Баршаңа сәлем. Бүгінгі видеода назарларыңызға шынайы өмірге негізделіп түсірілген «Желание жить» атты фильмге шолу жасайтын боламыз. Алдағы 10 минутта қиын ауруға шалдыққан жігіттің оқиғасының куәгері атанасыз. Ендеше шолуға өтсек. Докторлық комиссия бір бөлмеге жиылған. Қаз-қатар тізіле отыра кеткендердің алдына басты кейіпкер Маттеуш атты жігітті алып келеді. Арбаға танылған жігіт бала күнінен бері осы ауруға шалдыққан еді. Кеселдің салдарынан жігіт тіпті сөйлеуден де қалған. Уақыт 1986 жылға ауысты. Бала Маттеуш доктордың қабылдауында. Доктор балақайға фигураларды ұсынып, оның ақыл-ойын тексеру үстінде. Оның фигураларды ажыратып, жіктеуінен соң, доктор баланың анасымен сөйлесіп, Маттеуштың ақыл-есі дамымай қалған деген пікірін айтты. Ана жүрек баласын мұндайға қисын ба? Бала мұндай емес, кейде менің айтқандарымды түсініп, қарайды деп ойын теріске шығара бастады. Бірақ доктор айтқан пікірінде қалып, иттіре шақырсаң жаныңа келеді деп сөзін түйіндейді. Дәрігерлер Маттеушты арнайы мамандар қарауы керек деп айтса да, анасы баламды өз үйінде емдеймін деп өз жанында алып қалады. Үй ішінде Маттеушты өздігінен жүруге үйрете бастады. Анасының бұл талпынысын бауырлары еш пайдасыз деп санайды. Кей уақыттары Маттеуш жүрудің орнына арқамен жорғалай қозғалатын. Үйге жұмыстан әкесі келгенде ұлын көріп оны ойната бастады. Келесі күндері үйге массаж маманы келді. Ол Маттеушке бір-екі ем-домын жүргізіп көрді. Алайда өзінің массажынан еш пайда болмайтындығын жеткізіп, ақша бермесеңдер де болады деп кете барды. Кадр алмасып, саябақ ішінде ана мен бала отыр. Маттеушке анасы сені қалай емдесем болады деген өзінің ішкі ойларын айтады. Сонда арба үстіндегі бала бірдеңені айтуға оқталғандай болып, сөйлеуге талпыныс жасайды. Анасы сенімен сөйлесуге ештеңе кедергі болмаса ғой деп бір күрсініп алды. Кадр сыртынан Маттеуште мені де сендермен еркін сөйлесе алмайтындығым қынжылтады деп сөйлейді. Үй ішінде үстел жанына жайғасқан әкесі ұлын жанына алып, оны нағыз еркектерше жұдырықпен ұруды үйрету үстінде. Кадр сыртынан естілген баланың даусы: әкемнен алған осы сабақтан соң мен өзімнің қолымнан келеді деген дүниенің барлығын үйренуге талпыныс жасаймын деп шештім дейді. Маттеуш өз әдетінше арқасымен жорғалай анасының жанына келді. Оның бұл ишарасы мені көтер дегені болатын. Анасы да мұны түсініп қойды. Сыртқы бөлмеден қызы қарап тұрса да баласын көтеріп оған жүруді үйрете бастады. Маттеуш сыртқы өмірді терезенің алдында отырып танып білді. Кейде көршілерінің өмір салтын бақыласа, кейде көшеге назар салатын. Күндердің күнінде үйге Германиядағы туысқанынан сәлемдеме келді. Оның ішінен басқаларынан ерекше болып түкті жеміс шықты. Бұл кокос. Әкесі қиналыспен ашып әрекет қылса, сырттай бұл көрініске Маттеуш мәз болысты. Баланы назарына іліккен кез келген нәрсе қызығушылық тудыратын. Теледидар алдына жайғасқан Маттеуш ғарыш телехабарын көріп отырғанда теледидар сөндіріліп еді. Бала ызалана бастады. Ұлының жүйкесі жұмыс жасағанын көріп, анасы мәз болып, теледидарды қайта қосса, әпкесі теріс көзқарас танытты. Үйдің үлкен қызы Матильда өзінің шашқа таққыш түйреуішін іздеп жүр. Бұл уақытта Маттеуш жерге жорғалап қандай да бір жерге баруға ұмтылады. Бірақ оны жарты жолдан анасы ұстап, қайта орнына жайғастырды. Бұл жүрісімен бала диван астына түсіп қалған түйреуішті көрсеткісі келген еді. Бірақ еш нәтижесіз. 1989 жыл. Түнгі уақытта әкелі бала болып кереуетке жайғасқан. Екеуінің де көз алдыларында жұлдызды аспан жымыңдайды. Әкесі саусағын шошайтып аспан әлемін ұлына таныстырып әлек. Бір күндері Маттеушке әкесі ағаштан жаңа арба жасап берген еді. Мұны балалар бірге кашеніп көңіл көтеруге пайдаланды. Кейін Польша социализмнен шығып, мемлекет жаңа қадамдар жасай бастады. Осы күндері ел ішінде үлкен той басталған еді. Әкесі де бұдан құр қалмайын дегендей қала көшелеріне қарай кетті. Бірақ кеш оралды. Араққа сылқия тойған ол түнгі уақытта Маттеуштың бөлмесіне көтерілді. Сол уақытта аспаннан мерекелік шашулар атыла бастады. Еденге түскен бала жұлдыздар атылды деп ойлап таң қалған еді. Арақ ішкеннің арты жақсылыққа апармай, әкесі жерге құлап өмірмен қош айтысты. Әкеден қалған бала үшін бір естелік ол кісі ешқашан берілмейтін. Уақыт 1998 жылға таяды. Ересек жігітке айналған Маттеуш жорғалап бөлме терезесінің алдына шықты. Біресе жұлдызды аспанға көз тастап, кейде көрші қыз Анкаға қарап қояды. Маттеуштың білуі бойынша бұл үйге күнде неше түрлі қонақтар келетін. Ол қонақтардың барлығы Анкамен қодаласу мақсатында еді. Бірақ байқауымызша бұл Анка әзір ешкімге келісім бермеген секілді. Тура Анканың жағдайы осы үйде де қайталанды. Матильда үйге өзінің жігіттерін қонақ етіп әкелетін.
Қынжылатыны сол, өзінің туған бауырынан ұялып арғы бөлмеге жасыратын. Жаздың шырайлы күндерінде үлкен ағасы Маттеушты аулаға шығарады. Арбаны әкеліп кітапқа көз тастап отырған Анканың жанына қойды. Мұндай сәттілік күнде болсын ба, жігіт әртүрлі қимылмен Анканың назарын өзіне аудармақ. Қызда ашық жарқын екен, жігітті сыртқа теппей, оған әпкесі қалай қамқорлық жасап, мейірім төксе, өзі де солай жасады. Келесі күні терезеден Анкаға кезекті құда түсіп келген жігітпен арада жанжал туғаны көрінді. Мұны Маттеуш байқап, амалсыз қалғанына қынжылды. Кейін төменде кетіп бара жатқан сол жігітті көріп, гүл құмырасын әдейі құлатты. Екеуінің келесі кездесуі аулада орын алды. Маттеуш велосипед тізгіндеген бұл жігітті аяғымен тебуге талпынады. Жігіт Маттеуштен бұлай жасауының себебін сұрай бастады. Кейін өзі мазақтауға көшті. Маттеуштың шарасыз халін учаскелік полиция байқап осында келді. Құдаласқыш жігіт пен полиция арасында жанжал орын алып, ақыр аяғында жігіт тұтқындалды. Маттеуш кезекті терезеден қарау барысында Анканың үйінде жүк жиналып жатқанын байқайды. Әйтеуір сәті туып, Анка да қырағы көзімен жігітті терезеден байқап, оған әжесінің үйіне кететіндігін айтуға пәтерге жүгіре жөнеледі. Маттеуш жорғалай жүріп, ауызғы есікке келді. Анканың айтуынша бұл сапар анасының кезекті құдаласу жоспарына кіретін. Екі ғашық алдарына кедергі болған есіктің астына көз салып, бір-біріне қарайды. Күндердің күнінде Германиядан әскерлік іс сапармен жүрген ағалар үйге келді. Сол күні үй ішінде мереке болып, үстел басындағылар әңгімелесті. Бұл кезде Матильда отбасы құрған. Үстел басындағылар Маттеуш жайлы сөз сөйлегенде Матильда өзінің оған қамқор болуға еш құштарлығы жоқтығын айтты. Күн артынан күн өтіп, қыс мезгілі келді. Маттеуш сол баяғы қалпында терезеге үңіледі. Анасы келіп оны жылжытуға тырысып жатқанда, аңдаусызда артқа құлап шыршаға соғысады. Осыдан соң Матильда ашуланып, Маттеушты арнайы емдеу орталығына апарып тастады. Мұнда ауруға шалдыққан науқастар өмір сүретін. Бірақтан Маттеуш үшін бұл жер жат көрінетін. Палатада жатқанда жаңадан келген жігітпен танысуға басқа да пациенттер келді. Іштей Маттеуш мен анам көп ұзамай алып кетерді деп ойлайтын. Өйткені жігіттің өзіне бұл жер жайсыз еді. Құдды ол бөтен адам секілді. Кейін көптен күткен анасы да баласын көруге келді. Екеуі кездескенде анасының Маттеушты алып кететін ойы жоқтығы белгілі болды. Ол ұлына бірсі күні келемін деп кетеді. Бұл Маттеушты күйзеліске ұшыратты. Жалғыз үміт анасында еді, енді ол да ұлынан теріс айналды. Жігіттің көңілін көтеретін тек жас дәрігер қыз еді. Анасы ұлын көруге келуді жиілетті. Әр кездескенінде отбасында орын алған қызықтарды әңгіме ететін. Дегенмен біздің кейіпкер үшін ол тастап кеткен ана кейпінде. Сондықтан оны ұнатпайды. Осыдан соң жігіт арбадан құлады. Дәрігерлер оқиғаны ескере отырып, жігітті 4 қабырғасы жұмсақ материалмен қапталған бөлмеге орналастырды. Бұл жерден біраз уақыттан кейін қайта қарапайым палатаға ауыстырылған соң, Маттеуштың жүйкесі қайта тоза бастады. Тісімен үстіңгі ерінен қан шыққанша қажап тастайтынды шығарып алды. Дәрігерлер мұны дұрыстау үшін Маттеушты стоматология бөліміне апарып, оның тісін ретке келтіреді. Маттеуш ауруханада жүріп, арбамен қозғалатын болды. Әрлі-берлі жүріп, бір күндері баспалдақтан құлап түсті. Уақыт 2005 жылды көрсетеді. Ауруханаға жас мамандар келді. Магда атты қыз практика жүзінде Маттеуш және басқа да пациенттерге қарайтын болады. Қызға қарап жігіт қызыға бастады. Оның ойына жаңа ақпараттар енді. Магданың да назарынан Маттеуш тысқара қалмады. Қыздың қимыл әрекеттеріне жігіттің жауап қайтаратындығын ол түсінетін. Кей кездері ол палатада музыка қосып, билеп, өнер көрсететін. Арбада отырған Маттеуш болса ернін жымитып, көңілін көтеретін. Магда болысымен пациенттердің көңілін көтеріп, ара қатынасты жақсартатынын санитар жігітке айтты. Бірақ жігіт үшін мұның еш мәні жоқ. Маттеуштың туған күні келіп жетіп, оның 25 жасын тойлауға анасы тортын алып осында келді. Анасымен жолыққан Магда, ұлыңызды ауруханадан тысқара жерде серуендетсем бола ма деп сұрайды. Жауап ретінде анасының рұқсатын алады. Түнгі уақыт болғанда палатаға Магда келіп, Маттеушты өзімен бірге алды. Екеуі көлікке жайғасқан. Магда жігітпен бірге жаңа жылдық кешке бармақ. Мұндағы мейрамханада оның әкесі мен шенді шекпенді кісілер жиналған. Арбаға танылған жігітпен келген Магда Маттеушты өзінің күйеуі етіп таныстырады. Басқа қонақтан қызға және жігітке ала көздерімен қарай бастады. Әкесі де қызға түсінбеген түрімен қарады.
Магда мұны әдейі жасаған болатын. Магданың анасы қайтыс болған соң әкесі қайта үйленген еді. Міне Магда да солай әкесіне кек алмақ. Мысалы, өткен жылы осындай отырысқа бомж да әкелген еді. Дастархан басында отырып, Магданың өзін пайдалану үшін әкелгенін түсінген Маттеуш арбадан құлап, бокалды құлатады. Келесі күні ауруханада отырған Маттеушке санитар жігіт келіп, Магданың жұмыстан шығып кеткенін айтады. Расына келгенде қыздың осында келуіндегі түпкі мақсаты бір ауруды пайдаланып, әкесін масқара ету еді. Мұны естіп Маттеуш жыламауға тырысады. Көңілін көтеру үшін музыканы да қостырды. Анасы ұлымен кездескенде әдеттегідей үй ішінде орын алған жаңалықтарды айта бастайды. Апкесін 2 баласымен күйеуі тастап кеткен екен. Сол сәттерде Маттеуш өзін ұстай алмай көзінен жасын ағызды. Анасы уайымға батып, неге жылайсың деп ұлының көзін сүрте бастады. Аурухана пациенттеріне арнап театр қойылмақ. Ал массаж емдомында жатқан Маттеуш бас жағында қағаз ақтарып отырған Эллоу ханымды байқайды. Бұл кісі Маттеуш секілді пациенттермен дене қимыл арқылы сөйлесе алатын. Соны білген жігіт қозғалақтап Эллоудың назарын өзіне аударады. Эллоу ханым қолына ұстаған қағаздан қозғалыс белгілерін көрсетіп жігітпен сөйлесе бастады. Бұл шынымен де керемет нәтиже болды. Басқа да докторлар бұл жаңалықты естіп өз көздерімен таң қалды. Кезінде медицинаның өзі жігітті ақыл-есі кем де танысады. Бүгін ол сөйлесу арқылы өзінің ақыл-ой тұрғысын сау екенін дәлелдеді. Эллоу ханым жігіттің анасын шақырып жаңалықпен бөлісті. Маттеуштың айтқан бірінші сөзі: "Мен керексіз зат емеспін." Осыдан соң кейіпкердің өмірі өзгерді. Стоматологтар жігіттің тісін қайта салып, кейін оны бөлек ыңғайлы палатаға жайғастырды. Маттеушке өзі басқара алатын арба берді. Бұл кезде уақыт 2010 жылға таяған еді. Маттеушке компьютерге дейін әкеліп, жігіт соны басқару арқылы сөйлесе бастады. Бір уақыттарда оның оқиғасы бойынша мақала жазу үшін журналистер келді. Бұрындары Маттеушты осында әкеп тастаған отбасы оны қайта үйге алдыртып, Матильданың балаларымен таныстырды. Жанұясымен болған сол күнде Маттеуш жиен баланы алдына алып, терезе алдына келеді. Екеуінің көз алдында жұлдызды аспан. Бұл кезінде терезе алдына жайғасқан әке мен баланың көрінісін еске салады. Маттеуш өзінің ақылы ойы жақсы екендігін дәлелдеген соң, ендігі оны бұл ауруханадан шығарып тастамақ. Бірақ бұл Маттеуштың өзіне ұнамайды. Ол үшін қазіргі палатасы қолайлы. Кадр фильм басындағы кабинетке әкелінген Маттеушқа ауысады. Эллоу ханым Маттеушпен әдеттегідей сөйлескісі келеді. Алайда жігіт өзінің ақылды екенін дәлелдеп, ауруханадан қуылуды қаламайды. Сондықтан ешқандай мардымды қимыл жасамай өзін ақылсыз етіп көрсетеді. Осылай өзінің палатасына қайта оралған Маттеуш өзінің қалған өмірін сонда өткізді. Мүмкін қазірде сонда шығар. Фильм соңында кейіпкер терезеден басын бұрып, экран алдында отырған сізге қарайды. Осымен фильм тамамдалды достар. Соңына дейін көргеніңіз үшін мың алғыс. Келесі кездескенше аман сау болайық.